Айдананың қуыршағы. Бірінші бөлім. Бүгін айданалар қайтуға жиналды. 10 күн, 10 сағаттай тез-ақ өтті, деп анасы теңізге қимай қарады. Келесі жылы тағы осында демаламыз, деді әкесі. Шамасы әкесіне де демалыс аз болып қалған сияқты. Бұрын бармаған жерге бару керек. Жылда бір жерге қайтып бара бермей, деді баласы. Бұл оның анасына айтқан ескертуі. 3-4 жыл қатарынан Түркияға апарғанын айтып тұр. Биыл Жапон жеріне бірінші рет келді. Ал ағасы айтқан Түркиядағы демалыс Айдананың есінде мүлдем жоқ. Барса барған шығар. Ал ол биылғы демалысты өмір бойы ұмытпайды. Бұларды әуежайда қайта-қайта тексеруден өткізді. Бір тексеруден соң екіншісі шығып, біраз тұрып қалды. Тіпті жанып сөнетін құралдарын денеге тақап та қарады. Бір қолымен анасының қолынан ұстап алған, екінші қолымен теңіз жағасынан тауып алған қуыршағын көтерген Айдананы көрген қызметкер, «Қолыңдағы не?» деп сұрады. Айдана қолымдағыны тартып алады ма деп түсініп қалды ма? «Бермеймін!» деп қуыршағын бауырына тықты. «Қуыршақ қой. Қызым, ағаға қуыршағыңды көрсете қойшы», деп еді анасы. Қызметші жымиып, «Өте берсін», деді. Міне, туған жерге де аяқ дейді. Өз үйіне де жетті. Үйге кіріп, жайланып, тамақтанып отырғанда Айдана: «Анашым, қуыршағыма ат қояйықшы», деді. «Өзі қандай қуыршақ? Бізге бір ретте көрсетпедің ғой», деді әкесі. «Әке, бұл тірі қуыршақ. Мен оның қозғалғанын көргенмін», деді Айдана бір құпияны ашып. Айдананың сөзіне әкесі кәдімгідей алаңдап қалды. «Бір зиянды теңіз жәндігі болып жүрмесін. Әкелші өзін, көрейік», деді. «Жоқ, оның еш зияны жоқ», деп Айдана бергісі келмеді. Әңгіме осы тұсқа келгенде Арман: «Мен достарыма барып келемін», деп асқар рахметін айтып шығып кетті. Анасы да қорқып кеткен еді. Іштей: «Шынымен де қызымның не тауып алған бір ретте қарамаппын», деп өз-өзіне ренжіді. «Бере ғой қызым. Әкең қарайды да қайтып береді. Оған тиіспейді», деді. Айдана амалсыздан қуыршағын әкеліп берді. Алақанынан әлде қайда үлкен қара қабыршақты әкесі бірден таныды. Айналдыра ұзақ қарады. Шайқап көріп: «Әке, шайқама!» деп Айдана шырпыр болды. Әкесінің әр қимылын бағып тұр. «Бірдеңе бар», деді әкесі өз ойымен өзі. «Не бар, әке?» деді қызы жыламсырап. «Қызым, қуыршақ мынаның ішінде. Ашып, қуыршағыңды аламыз ба?» деді. Әкесіне сенер-сенбесін білмеген қызы қуаныштан, не қорқыныштан түсініксіз түрде бір күле, бір жыламсырап: «Әке, шын айтасың ба? Қуыршақ осының ішінде ме? Мен оның қозғалғанын көрдім. Бірақ одан кейін қанша қарасам да еш қозғалмады», деп қуыршақты көруге асыға сөйледі. «Пышақты әкелші», деді әкесі әйеліне. «Пышақпен кесесің бе? Онда ол өліп қалады», деп қызы қуыршағына жармасты. «Жоқ, қызым, пышақпен үйінің құлпын ашамын. Мынау сыртындағы қатты зат сенің қуыршағыңның үйі», деді. Әкесінің сөзі рас сияқты. Қуыршақтың қол-аяғы болуы керек қой. Ал мынау үй сияқты қап-қатты. Айдана қуыршақты жібере салды. Әкесі: «Әп-пісімілә», деп сәл ашық тұрған қуысқа пышағының ұшын салып түртіп жіберді. Сол-ақ екен, сыртқы үйі әбден қурап тұрса керек, оңай ашылып кетті. Міне ғажап, міне тамаша. Қабыршақ ішінен жарқыраған әппақ, үлкендігі жаңғақтай, жұмыр, беті қотыр
зат шықты. Айдананың күткені бұл емес еді. «Мынау ма қуыршақ?» деп көңіл күйі түсіп кетті. «Мұндай да ғажап болады екен», деп әкесі орнынан атып тұрды. Екі көзін жұмыр заттан ала алмай тұрса да, қызын көтеріп алып, бір айналдырды да бетінен сүйді. Анасы аң-таң. Бірінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар.